Достар, видео басталмас бұрын сіздерге Диас Нұрғалымовтың арнасын ұсынғым келеді. Бұл арнадан ВК парақшасын, WhatsApp желісін қалай бұзуға болатыны және AliExpress'тегі ең арзан тауарлар туралы керемет ақпарат ала аласыз. Қызықтырса міндетті түрде жазылыңыз, сілтемесі төменде. 2013 жыл 15 ақпан. Дәл осы күні аспанда ұшып жүрген астероидтың кішкене бөлігі жермен соқтығысты. Көптеген бөлігі Ресейдің Челябинск облысына түсті. Кейбір Қазақстанға да түсті. Сондықтан бұл метеорит ел аузында Челябинск метеориті деп аталып кетті. Осы метеорит салдары қандай болды? Дәл осы метеорит кесірінен 1600-дан астам адам зардап шекті. Жүздеген үйлердің терезелері қирап, кейбірі жермен жексен болды. Негізінен бұл метеорит қарапайым хондриктердің LL5 классына жатады. Яғни бұл дегеніміз аспанда ұшып жүрген метеориттердегі кішкентайларының бірі. Жақында ақш бақ хабарлағандай, жерге 2012 TC4 метеориті жақындап келе жатыр. Бүгін Skavron арнасы ел арасында тарап кеткен осы метеорит жайлы кішігірім ақпарат беретін болады. Жақында ғана, яғни 2016 жылдың 29 желтоқсанында жер бойы мен аспандағы кезекті бір метеориттің бірі Тау Татис соқтығыса жаздады. Егер Тау Татис бағыты 14 минутқа ғана кешіккенде, оның да салдары Челябинск метеоритінікінен асып түспесе кем болмас еді. Келесі түсетін метеорит 2012 TC4 деп болжануда. Біз ол туралы не айтамыз? Челябинск метеорит диаметрі небәрі 17 метр болған, ал TC4 диаметрі 40 метрге жетеді екен. Демек жерге түссе зардабы да бірнеше есе деген сөз. Дәл осы TC4 2012 жылдың қазанында да жерге жақындаған болатын. Сол кезде ол айналып жүрген кезде диаметрі 12 метрден 40 метрге дейін өзгеретінін ғалымдар байқаған болады. Неліктен 2017 жылдың 12 қазанындағы оқиғалар өте көп талқыланып кетті. Жай ғана 40 метрлік метеориттің зардабы Челябинск метеоритінен бірнеше есе көп зардап келтірсе де, апокалипсистік жағдайларға апармайтынын көрініп тұр. Демек біз естіп жүрген ақпараттардың барлығы вирус ақпарат болғаны. Егер метеорит шынымен де құлайтын болса, оның зардабы тікелей генетикалық энергиясымен құлау градусына байланысты. Ғарыш эксперттерінің бірі Дмитрий Кононов айтқанда, егер диаметрі Челябинск метеоритінен 2 есе үлкен болса, демек зардабы да тиісінше 2 еседей ғана көбірек болады деген сөз. Осы TC4 метеоритінің апокалипсистік жағдайға бармайтынына тағы бір дәлел келтірейік. Егер шынымен де TC4 өте үлкен зардап әкелетін болса, не үшін Илон Маск сияқты әлемнің ақылдылары өз миссияларын жалғастыруда? Мысалға, Илон Маск 2029 жылға қарай Марсқа адам апаруды көздеуде. Демек TC4 ешқандай ақырзамандық жағдайға да келмейді. Дегенмен де, сәйкесінше ақырзаман болатынын болмайтынын біз шешпейміз. Оның бәрі Құдайдың қолында. Европаның космос агенттігінің және NASA есептеулері бойынша 2012 TC4-тің жерге соқтығысу мүмкіншілігі миллионнан 1. Бұл мүмкіншілік сіз азанда ұйқыдан тұра алмай қалу мүмкіншілігіне тең. Соқтығысқанның өзінде 40 метрлік метеорит аздаған зардап болмаса, Нейрубидің қасында түкке тұрмайды. Нейруби диаметрі 100 километрге дейін жететін аспандағы қауіпті объекттердің бірі. Құдай сақтасын, егер Нейруби жерге құласа, оның салдарының қасында соғыс, атом бомбасы, термоядролық бомба түкке тұрмай қалады. Достар, егер дәл осы видео астында 5000 лайк жиналатын болса, Нейруби туралы өте қызық ақпар көре аласыз. Достар, сонымен видеомыз соңына жетті. Егер видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп, Skavronның ВК парақшасына жазылуды ұмытпаңыз.